Сәлеметсіздер ме достар? Бүгін 5-ші сыныпқа арналған тоғайда тақырыбында диктант жазатын боламыз. Барлығы мәтінде 98 сөз және 4 абзац. Әдеттегідей мен мәтінді толық оқып беремін. Содан соң диктантымызды жазуға кірісеміз. Тоғайда. Дәулет әкесі екеуі ауыл сыртындағы тоғайды аралап келе жатты. Бұрын соңды үйден алысқа шығып көрмеген кішкентай Дәулетке айналадағы құбылыстың бәрі жұмбақ еді. Тоғайда неше түрлі ағаштар өскен. Бірі жуан, бірі аласа. Біреуінің сыртқы қабығы қалың, кедер бұдыр. Ана біреуінің қабығы жұқа, жып-жылтыр. Әр ағаштың бұтақтары да әр түрлі екен. Күзгі жапырақтар бейне бір төсеп тастаған текемет сияқты ұйысып жатыр. Жұп-жұмсақ. Сары қанат шымшық, шөже торғай, қара торғайлар бұтақтан бұтаққа секіріп, енді біреулері алаңқай жердегі бұталарды паналайды. Қара қарғалар ағаштың басында отыр. Дәулет сұрақты Жаудырта жөнелді. Қарғалар ұясын қайда салады? Ағаштың сонау биік басына салады, балам, деді әкесі. Ал енді достар, диктантымызды жазуға кірісеміз. Алдымен тақырыбын жазамыз. Тоғайда. Тоғайда. Бірінші сөйлем Азат жолдан бастап жазамыз. Дәулет әкесі екеуі ауыл сыртындағы тоғайды аралап келе жатты. Жазамыз. Дәулет әкесі екеуі ауыл сыртындағы тоғайды аралап келе жатты. Сөйлемді тексереміз. Дәулет әкесі екеуі ауыл сыртындағы тоғайды аралап келе жатты. Келесі сөйлем. Бұрын соңды үйден алысқа шығып көрмеген кішкентай Дәулетке айналадағы құбылыстың бәрі жұмбақ еді. Жазамыз. Бұрын соңды үйден алысқа шығып көрмеген кішкентай Дәулетке айналадағы құбылыстың
Бәрі жұмбақ еді. Сөйлемді тексереміз. Бұрын соңды үйден алысқа шығып көрмеген кішкентай Дәулетке айналадағы құбылыстың бәрі жұмбақ еді. Келесі сөйлем. Тоғайда неше түрлі ағаштар өскен. Жазамыз. Тоғайда неше түрлі ағаштар өскен. Сөйлемді тексереміз. Тоғайда неше түрлі ағаштар өскен. Келесі сөйлем. Бірі жуан, бірі аласа. Жазамыз. Бірі жуан, бірі аласа. Сөйлемді тексереміз. Бірі жуан, бірі аласа. Келесі сөйлем. Біреуінің сыртқы қабығы қалың, кедер бұдыр. Ана біреуінің қабығы жұқа, жып-жылтыр. Жазамыз. Біреуінің сыртқы қабығы қалың, кедер бұдыр. Ана біреуінің қабығы жұқа. Жып-жылтыр. Сөйлемді тексереміз. Біреуінің сыртқы қабығы қалың, кедер бұдыр. Ана біреуінің қабығы жұқа, жып-жылтыр. Келесі сөйлем. Әр ағаштың бұтақтары да әр түрлі екен. Жазамыз. Әр ағаштың бұтақтары да әр түрлі екен. Сөйлемді тексереміз. Әр ағаштың бұтақтары да әр түрлі екен. Келесі сөйлем. Күзгі жапырақтар бейне бір төсеп тастаған текемет сияқты ұйысып жатыр. Жазамыз. Күзгі
жапырақтар, бейне, бір, төсеп, тастаған, текемет, сияқты. Ұйысып, жатыр. Сөйлемді тексереміз. Күзгі жапырақтар бейне бір төсеп тастаған текемет сияқты. Ұйысып жатыр. Келесі сөйлем. Жұп, жұмсақ. Сөйлемді тексереміз. Жұп, жұмсақ. Бір сөзден тұрады. Келесі сөйлемді азат жолдан бастап жазамыз. Сары қанат, шымшық, шөже торғай, қара торғайлар бұтақтан бұтаққа секіріп, енді біреулері алаңқай жердегі бұталарды паналайды. Жазамыз. Сары қанат, шымшық, шөже, торғай, қара торғайлар бұтақтан бұтаққа секіріп, енді біреулері алаңқай жердегі бұталарды паналайды. Сөйлемді тексереміз. Сары қанат шымшық, шөже торғай, қара торғайлар бұтақтан бұтаққа секіріп, енді біреулері алаңқай жердегі бұталарды паналайды. Келесі сөйлемді азат жолдан жазамыз. Қара қарғалар ағаштың басында отыр. Жазамыз. Қара қарғалар ағаштың басында отыр. Сөйлемді тексереміз. Қара қарғалар ағаштың басында отыр. Келесі сөйлем азат жолдан бастап жазамыз. Ол диалог. Диалогты қалай жазу керек екенін естерімізге түсіреміз.
Дәулет сұрақты жаудырта жөнелді. Жазамыз. Дәулет сұрақты жаудырта жөнелді. Сөйлемді тексереміз. Дәулет сұрақты жаудырта жөнелді. Келесі сөйлем. Қарғалар ұясын қайда салады? Жазамыз. Қарғалар ұясын қайда салады? Сөйлемді тексереміз. Қарғалар ұясын қайда салады? Келесі сөйлем. Ағаштың сонау биік басына салады. Балам, деді әкесі. Жазамыз. Ағаштың сонау биік басына салады. Балам, деді әкесі. Тексереміз. Ағаштың сонау биік басына салады. Балам, деді әкесі. Осымен достар, диктантымызды жазып аяқтадық. Енді мен мәтінді қайталап оқып шығамын. Содан соң экранға мәтіннің толық нұсқасы шығады. Өздеріңізді тексеріп алыңыздар. Бағалау критериялары видеоның астында жазылған. Тоғайда. Дәулет әкесі екеуі ауыл сыртындағы тоғайды аралап келе жатты. Бұрын соңды үйден алысқа шығып көрмеген кішкентай Дәулетке айналадағы құбылыстың бәрі жұмбақ еді. Тоғайда неше түрлі ағаштар өскен. Бірі жуан, бірі аласа. Біреуінің сыртқы қабығы қалың, кедер бұдыр. Ана біреуінің қабығы жұқа, жып жылтыр. Әр ағаштың бұтақтары да әр түрлі екен. Күзгі жапырақтар бейне бір төсеп тастаған текемет сияқты ұйысып жатыр. Жұп жұмсақ. Сары қанат шымшық, шөже торғай, қара торғайлар бұтақтан бұтаққа секіріп, енді біреулері алаңқай жердегі бұталарды паналайды. Қара қарғалар ағаштың басында отыр. Дәулет сұрақты Жаудырта жөнелді. Қарғалар ұясын қайда салады? Ағаштың сонау биік басына салады. Балам, деді әкесі.